Үкімет жұмыспен қамтудың жаңа жоспарын әзірледі. Бағдарлама сәтті жүзеге асса 2025 жылға қарай елімізде кәсіпкерлер саны 500 мыңға артады. Яғни бизнеске қолдаудың тың тетіктері енгізілген. Бұл жөнінде бүгін өткен үкімет отырысында белгілі болды. Бастамаға қатысты толық ақпарат алу үшін қазір студиямызға ұлттық экономика министрлігі кәсіпкерлікті дамыту департаментінің директоры Ғалия Жолдабаеваны арнайы шақырып отырмыз. Ғалия Тағыбердіқызы, студиямызға қош келдіңіз. Енді сөзіңіз шыны керек, қазір бағдарламалардан шатасатын болдық. Менің білуімше, жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы болды, және ол жаңа 2020 жылға дейін есептелген болады. Енді осы бағдарламаны жетілдіріп, 2025 жылға дейін ұзартуға не себеп болды? Негізінде бұл бағдарлама үлкен жұмыс жасады, әрине. Бірақ қазіргі кезде елімізде өте көп жұмыссыздық бар, жұмыссыз жүрген кісілер бар. Сосын өзін-өзі жұмыспен қамтып жүрген кісілер бар. Соның бәрін өнімді жұмыспен қамту бағдарламасы пайда болу керек еді. Сондықтан бағанағы айтамыз ғой, бағдарлама апгрейд жасап, мықты қазір өнімді жұмыспен қамту және жаппай бизнесті дамыту бағдарламасы дүниеге келу керек. Түсінікті. Енді қазір бағдарлама дайын. Енді сізді бүгін қонақ қылып шақырған себебіміз тікелей сіз атсалысыңыздар осы бағдарламаны дайындауға. Қысқаша, негізгі бағыттарын қысқаша айтып берсеңіз. Негізгі бұл бағдарламада негізгі 3 бағыты бар. Біріншіден бұл біліктілікті беруі және арттыру бағыты. Екіншіден бағанағы айтып кеткен жаппай бизнесті, жаппай кәсіпкерлікті дамыту. Бұл дегеніміз микробизнесті дамыту саласы. Үшінші бағыт бұл жұмыспен қамту бағыты. Осы 3 бағыт жұмыс жасаса, бірін ұлғайтып, бір-бірін ары қарай жалғастырып, сонда бағанағы айтып кеткен өнімді жұмыспен қамту негізгі мақсатын шешеміз. Түсінікті. Енді жаңа екінші бағытына тереңірек тоқталсақ, кәсіпкерлікті қолдауға қатысты. Оның ерекшелігі неде? Қолданыста бар бағдарламадан. Қазіргі кезде енді көп бағдарламаларда микронесие беру, сосын басқа да қолдаулар көрсетілетін жағдайлар бар. Бағана негізінде бизнесті дамыту, бизнес жол картасы деген бағдарлама бар. Соған енді бұл жерде шағын және орта кәсіпкерлікті қолдап жатырмыз ғой, осы бағдарлама бойынша. Ал мына қазіргі ұсынып жатқан бағдарламамыз бұл микробизнес, ауылдағы, қаладағы пайда болатын қазіргі жаңадан басталып жатқан бизнеске осындай қолдау көрсету бағдарламасы болады. Түсінікті. Ал енді басталған кәсіпкерлер, егер оларға қолдау керек болса, жаңа назардан тыс қалып қоймай ма? Барлығы қамтылған ба? Мысалы, бизнесін үлкейтем деушілерге қосымша қолдау керек болса? Негізінде бағанағы айтып кеткен бизнес жол картасы. Негізгі басымдық жаңадан бастаушыларға, кәсібін бастаушыларға. Негізгі бұл бағдарлама, өзіне бастаушы үлкен құралдар көрсетіледі, қолдаулар көрсетіледі. Бірақ жұмысын бастап, микробизнес деп айттым ғой бағана. Солар жұмыс істеп жатқан, өздерінің көлемді өнімдерін жасап жатқан жұмыстарын үлкейту мүмкіншілігі бар. Өйткені шағын бизнеске, бастап жатқан бизнеске 1,5 миллионға дейін беретін болсақ, мына өзінің жұмысын ұлғайтам, үлкейтем, кеңейтем деген бизнестерге біздер 16-17 миллионға дейін қаражат беруге, несие беруге көзделіп жатырмыз. Енді менің білуімше, жаңа бағдарламаның бір ерекшелігі тренингтерге байланысты мастер-класстар ұйымдастырады. Енді бұл бұрында да болды, бірақ енді қазір мен білуімше оны осы бизнеспен айналысып жүрген, оның қыр-сырын ішінен жақсы білетін адамдар ауыл аймақтарға барып, таныстырады екен, қалай жүзеге асыру екен көрсеткен. Тағы қандай осындай бір ерекшеліктерін алға тартар едіңіз? Негізінде біздер бұл бағдарлама бойынша бастау бизнес деген кәсіби оқыту сондай жүргіземіз деп жатырмыз. Өйткені біріншіден бұл деген бағана финграмотность дейміз, өзінің қаржылық сауаттылығын арттыру бағдарламасы болады. Микронесиені қалай алу тәсілдерін бәрін үйретеміз. Одан басқа бағана өзінің бизнесін қалай жүргізу ұсылдарын көрсетеміз. Сөйтіп, бір айдың ішінде осы бизнесті, өзінің кәсібін қалай жүргізетін бағдарламаны оқытып болғаннан кейін, несиеге дейін жеткізіп, несиені бергеннен кейін, тағы да бір жылға дейін оны қадағалап отырамыз, сол бизнесі жүріп кеткенше. Түсінікті. Ал жаңағы ол мастер-классты өткізетін сол кәсіпкер болады, тәжірибелі, өз ісін жолға қойған деген сияқты. Ал ол адамның сол мысалы өткізген жерінде, мысалы ауыл аймақ болсын, мүмкін қала болсын, өзінің бір белгілі бір мүддесі бола ма? Мүмкін ол да сол аймақтарда кеңейткісі келетін шығар кәсібін. Әрине, бұл деген тек қана қарастырылған ба?
міндетті түрде. Негізінде оқығаннан кейін бұл кісі деген өзінің жұмысын жүргізем дегесін ұлғайтуға болады өзінің жұмысын. Біріншіден біздер деген тек қана бұл деген кәсіп өзін ашып отырған тек жұмыс орнын береді деп ойламаймыз. Өйткені бұл тек қана өзіне жұмыс бермейді, басқа кісілерге де беріледі. Мына біздер деген пилот жүргіздік 2 облыс бойынша ұлттық палатасы, кәсіпкерлер ұлттық палатасымен бірге. 2 ауданда көрсетілгені, бір ауданның өзінде 100 адамның оқытқанда 12 кәсіби бағанағы кәсіпкерлер пайда болып, 106 адамға дейін жұмыспен қамтылды сол кәсіпкерлер бойынша. Соны өзінің жұмысын ұлғайтам деген кәсіпкерлерге осы бағдарлама үлкен көмек көрсетеді деп ойлаймыз. Түсінікті. Жаңа айтып өттіңіз ғой, қаржылық сауаттылық деген дүние бар. Оны жаңағы бірінші орынға қойып отырсыздар қазір. Ең бірінші жаңағы оны міндетті түрде үйрену керек. Мен білуімше жаңағы несиені алам деген адам жаңағы болашақ кәсіпкер жаңағы қаржылық сауаттылық курстарынан өткен жаңағы растау керек. Ол бір талаптардың бірі. Басқа қандай талаптар қойылады? Жаңағы шағын несие алғысы келетін жаңағы бастаушы кәсіпкерлерге. Бастаушы кәсіпкерлерге негізінде бірталай үлкен мындай ұсыл қояды деген біздерде бұл бағдарлама бойынша. Біріншіден біздер деген оның біліктілігін артуымыз керек. Мүмкіншілік беруіміз керек. Өзінің жұмысын артып, өзі жұмыс істемесе де, ертең деген осының бағана біліктілік бергеннен кейін мүмкін басқа кәсіпкерге барып жұмысқа орналасу мүмкіншілігі болады. Қазіргі бірінші мақсатымыз ең бірінші біліктілік беру, мамандық беру адамға. Ол өзі ертең шешеді. Біліктілік маман болып бір жерге жұмысқа орналасады, немесе өзінің кәсібін ашып жұмыс істейді. Сонда мен түсінгенім, керісінше бұнау талап күшейген жоқ, керісінше жұмыс артылып отыр ғой. Қазір жаңағы көп міндеттемелер алынып тастады. Мәселен, бұрын кепілдік деген дүние бар еді, олар қазір жоқ па? Мысалы, шағын несие алам дегендерге мысалы қалай, бұрын кепілдік болатын, тағы да басқа бір талаптар бар. Бұл деген негізінде кепілдеме деген классикалық түрде бар ғой. Бұл деген несие алатын болсаң, кепілдеме беруің керек. Ал көп ауылдық жерде де, қалалық жерде енді бастаймын деген өзінің жұмысын көп кісілерде кепілдеме болмай қалуы да мүмкін. Сондықтан өзінің мүлкіні болмай қалуы. Сондықтан мемлекет қазір деген бұл ұсыл ретінде емес, көмек ретінде беріп отырғаны, жаңадан бастап жатсаң 85%-ға дейін саған кепілдеме береді. Сондай көмек көрсетіп, ал 15%-ын өзің көтеріп, бағана алып жатқан жұмысының арқасындағы құрал болсын, мал болсын, қандай жұмыспен шұғылдансаң, сол арқылы өзің жұмысыңа қамтисың. Шағын несиенің көлемі көбейді дедіңіз. Қалай болады енді? Бұдан былай қаншадан алады жаңағы бастаушы кәсіпкер болсын, немесе жаңағы қазіргі жұмыс істеп жатқан бизнесін кеңейтем дегендер болсын? Қазіргі жұмыс істеп жатқан бағдарламалар бойынша негізінде жұмыспен қамту бағдарламасы болсын 3-6 миллионға дейін қаражат ала алатын, бастап жатқан жұмыскерлер. Ал біздің бизнес жол картасы бойынша 10 миллионға дейін істеп жатқан кәсіпкерлер алатын. Соны енді заң бойынша кредиттің мөлшерлемесі 8.000 бағана айлық мөлшерлеме бар ғой, қаражаттың МРП дейміз. Сол 8.000-ға дейін берілетін болады. Ол дегеніміз 17 миллионның ары бер жағында. Сол 17 миллионға дейін қаржы берілетін болады. Түсінікті. Ал қаржыландыру көздері қандай? Бұны да айтып өту керек. Міндетті түрде бұл қазіргі операторлар болады. Қалада бұл деген даму қоры. Ауылдық жерде Қазагро холдингі бойынша жұмыс істейміз. Бюджеттен қаражатты алып, бұлар деген банктерге немесе микрокредиттік ұйымдарға беру керек. Сосын тағы да бір айтып кетер жағдай, бұл ауылдық жерде қазір фонд финансовой поддержки сельского хозяйства деген қорымыз бар. Сол қор бүткіл қазіргі бірнеше жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр. Бағанағы жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша бұл жұмыста ары қарай жалғастырылатын болады. Ең біріншіден микрокредиттік бағанағы микрокредит беретін ұйымдарға жүгіну керек. Екіншіден қалада банктерге жүгіну керек. Солар арқылы осындай қаражат көздерін көздеуге болады. Жаңа бүгін айтылды, осы шағын несиеге 80 миллиардтан астам қаржы бөлініп отыр. Бұл 2025 жылға дейін жоспар ғой жаңағы. Негізінде дұрыстап айтып кету керек, 80 миллиардтан астам бұл бүткіл бағдарлама бағана 3 бағыт бойынша жүреді. Оқуы да бар, кредиті де бар. Түсінікті. Бұдан бөлек 500 мың кәсіпкер пайда болады деген айтылды. Бұл да жоспарда бар жаңағы бағдарламаның.
Ашып айтып беріңізші, бұл 500 мың кәсіпкер жаңадан пайда болатын кәсіпкер ме? Олар енді жалпы 500 мың деген сан қайдан алынған? Мүмкін бе бізде жүзеге асыру? Барлық 500 мыңын енді айтпай-ақ қояйын, бір жылдың санын айтайын мен сізге. Негізінде біздер деген келесі жылы жұмыс жүріп кетсе, біздің енді KPI дейміз ғой, көрсететін көрсеткіші бұл бағдарламаның негізінде қалада 2,5 мың пайда болған бизнес, ана несие берілетін, ал ауылдық жерде 17 мың адамға дейін алу керек. Соның істегеніміз, оның кемінде 20-30% жаңадан жұмысқа басталған кәсіпкер болу керек. Сондықтан басынан алғанымызда енді 250 мыңға дейін жылдың 250 мыңға дейін жаңа кәсіпкерлер 25 жылға дейін пайда болу керек. Ал қазіргі бұл бағдарлама жоқ кезінде де басқа бағдарлама арқылы әр жылы 25-27 мың жаңа кәсіпкерлер тіркеліп жатыр. Сондықтан бәрін жалпы алатын болсақ, 500 мыңға дейін келеміз. Түсінікті. Сіз айттыңыз, енді бір ерекшелігі осы жаңа бағдарламаның несиені беріп қана қоймай, оның жүзеге асуын бір жылдай қадағалайды дедіңіз. Бақылау қалай жүреді? Қалай, жалпы тетіктері қандай, механизмі қандай, бизнес жоспарын жүзеге асуын? Мен айтып кеттім ғой, мен операторлар болады деді. Қалада даму қоры болып, ал Қазагро холдингі бойынша ауылдық жерде жұмыс істейміз. Сондықтан бұл тетіктер тек қана осы екі операторға жүктеледі. Бағанағы айтылып кеткен KPI-дің барлығы орындалуы осы екі оператор есебінен қарастырылатын болады. Өйткені жауапкершіліктің барлығы, ауыртпашылықтың барлығы осы екі операторға жүктелетін болады. Бюджеттен қаражат алатын осылар болғандықтан, ертең артқы жағын обратный связь дейміз ғой, сол жағын өздері қарастырып, қалай жеткізетін, қандай ковенанттар жасалатын өздері ойластырып бағдарламаны шығару керек. Қазір бағдарламаға жазуға атсалысып жатқан осылар. Бағдарламаның өзі, сіз айтқанда, енді ауылдағы, шалғай ауылдағы, елді мекендегі кәсіпкерлікті қолдау бар, одан кейін қаладағы кәсіпкерлікті қолдау бар. Бірақ бүгін үкімет отырысында ұлттық экономика министрі қаладағы кәсіпкерлікті қолдауға қатысты көп ақпарат берді, соған басымдық берді. Неліктен? Өйткені қазіргі жұмыс жасап жатқан бағдарламаларға өкінішке орай қаладағы берілетін несиелер көрсетілмеген. Әсіресе осы бизнесті ашылатын, енді ауылдық жерден көп жастар қалаға келеді ғой, бірақ қалада қамтылған қарулар жоқ. Микрокредит беру, микронесие мемлекеттің тарапынан көрсетілетін бағдарламаларда микронесиелер көрсетілмеген. Сондықтан бұл қазіргі құрылып жатқан жаңа инструмент, жаңа құрал. Сондықтан қазіргі ауылдан келген жас жігіттерге, қыздарға ауылдық жерде типоларда оқытып, оларға біліктілерін арттырып, біліктілік берілетін біліктілермен келгенде өздерінің жұмыстарын ашу үшін осындай несие беретін көздері болу керек деп көрсетіп отырмыз. Сондықтан осы құрал жұмыс жасап кетсе, ауылдан келген жастар қалалық жерде өзінің кәсібін ашуға мүмкіншілік көбейеді. Түсінікті. Енді бұл қаладағы жағдай ғой, енді уақытымыз аз қалыпты. Ауылдағы, шалғай бір елді мекендегі кәсіпкерлікті қолдауға қатысты тетіктерге де тоқталып өтсеңіз. Енді менің білуімше, ояққа мысалы банктер бара бермейді, үлкен тәуекел бар деген сияқты. Қалай шағын несиелеу жағы қалай жүреді, жалпы кәсіпкерлікке қолдау қалай жүреді ауылдарда? Жоқ, бағанағы айтып кеттім ғой, фонд финансовой поддержки сельских хозяйств. Енді ең үлкен қазір деген осы бірінші жылдары үміт артып отырған осы қор. Осы қор арқылы бірнеше жылдан бері қазір микронесие беріліп жатыр ауылдық жерлерде. Сондықтан біріншіден осы қор жұмыс істейтін болады. Ал екіншіден, әрине бағанағы микрокредиттік ұйымдарды жалпы осының нарығын көбейтуіміз керек, кеңейтуіміз керек. Сондықтан соларды тартатын боламыз. Аяғында барлығының жұмысы ол 6%-ық несие беру. Тағы бір енді өзім бір қатты таңғалғаным, қазір үлкен бастама көтеріп жатыр, кооперация құру деген бастама бар ауылдық жерлерде. Бағдарламада кооперация арқылы несие беру деген тетіктер бар екен. Ашып айтыңызшы, қалай жүзеге асады? Ең негізі биылғы жұмыспен қамту бағдарламасы арқылы осы ауылдық кооперация жөнінде микрокредиттер беріліп жатыр. 10 миллиардтай көлемінде осындай микрокредиттер берілді. Бірақ біздер осы жұмысты жалғастыру есебінде осы бағдарламаға сол бағытты тағы да бір көрсеттік. Өйткені міндетті түрде, егерде жалпы сіз деген өзіңіз шағын кәсіпкер бола алмасаңыз, онда сіз сондай ұйымға кіре аласыз. Ауылдық
кооперация есебінде өзінің мүшесі болып, ертең сол арқылы кредитте алуға мүмкіншілік болады. Бағанағы айтып кеттім ғой, ең үлкен мөлшерлеме 16-17 миллионға дейін несие беріледі. Түсінікті. Ғалия Тағыбердіқызы, өкінішке орай бізге берген уақыт шектеулі. 15 минутымыз әдегенде өте шығыпты. Тағы енді бірер сұрақтарым бар еді, өкінішке орай келесіге қалдыруға тура келеді. Сондықтан осылай студиямызға келіп, өз пікіріңізді білдіргеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Ал көрермендерге айтарым, бүгін бізде қонақта Ұлттық экономика министрлігі кәсіпкерлікті дамыту департаментінің директоры Ғалия Жолдыбаева болды.